Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз Қалам Қызо білім беру орталығындамыз. Жиналған басты себебіміз бүгін сүйікті ойынымыз шпион ойыны ойнағалы отырмыз. Бұл ойынды біз биология сабақтарында жиі серіктеу сәті ретінде ойнайтынбыз. Неге осы ойынды видеоға түсіріп, әлеуметтік желіге жүктемеске деген ой туындады. Сол ойымызды іске асырғалы жатырмыз. Біздің бұл ойынға қатысушыларымыз Олжас ағай, осы Қалам Қызо білім беру орталығында ментор, және биология химия оқу тобының оқушылары Ағару, Ағерке және Жансұлу есімді қыздарымыз. Бұл ойынды біз бірінші рет түсіргелі жатырмыз. Кішкене қобалжу болып тұрса, айтпен қарайсыздар. Енді сіздерге бір сұрақ қояйық. Кім жеңеді деп ойлайсыздар бұл ойында? Олжеке, сіздің ойыңыз? Биолог ағайлар өткеннен кейін оқушыларға нан жоқ деп ойлаймын бүгінге. Нан жоқ. Ренжімеңіздер енді. Біз бірінші орын алған адамға ақша жинап, киноға билет әпереміз, чипсымен, сумен бірге. Призға өте сұмдық болып тұр. Бұл ойынның ережесі қарапайым. Ойынға 5 адам қатысады, 5 адамның 4-еуіне бірдей жануар беріледі, бір адамға шпион жазу беріледі. Қалған шпион емес 4 адам 5 минуттың ішінде шпионды тауып алу керек, сұрақтар қою арқылы. Ал бір адам, шпион адам, ол өзінің шпион екенін білдірмей жеңіске жету керек. Қалғанын ойын барысында көре жатарсыздар. Көрермендер, біз бірінші раундты бастағалы жатырмыз. Бірінші айналымда бір факт айтылады, одан кейін шпион деп күдіктенген адамға сұрақ қою басталады. Олжеке, өзіңіз бастасаңыз. Бұл жануардың сыртқы жабыны хитимен қапталған. Қатты, яғни. Қосмекенді. Тірі организм. Құйрығы бар. Бұл жануар суға жақын аймақта мекен етеді. Енді сұрақ. Осы тұста енді Ағеркеге бір күшті сұрақ қойып жіберейік. Күшті әрі керемет. Так, Ағерке ханым, бұл жануардың тыныс алу жүйесі өкпемен ба? Жоқ. Жақсы, керемет. Сіз сұрақ қойасыз. Ол, Нұрымжан ағайға. Ол жануар осы Қазақстанда көп мекенде ма? Көп деп айтуға келмейді, бірақ мекен дейді. Негізіне бар жануар. Қанаттансыз ғой? Қанаттана. Мен Ағару сізге қоймап тұр сұрақ. Бұл жануардың қан айналымы ашық па, тұйық па? Тұйық. Қан айналымы тұйық дейсіз, негізі осы орайда мен айтпайтын ретім. Ретім бойынша. Қосыласыздар ма? Кейін қате жауап бердіңіз. Қосыласыздар ма? Айтпадым мен. Қосылам. Қосыл. Бәріңіз, Енді шпионсыз ба? Кім? Сіз ба? Шпион? Ағерке. Жануар бізде шаян. Шаян. Өйткені жабыны хитин деді. Хитиннен тұратын бізде тек қана саңырауқұлақ, сосын шаян ғана бар. Болды. Саңырауқұлақ өткен жануарға жатпайды. Қан айналымы, значит, оны ашық, негіз. Білмеймін деп айтады шығар деп күтіп отқам. Жақсы, онда сізге 2 ұпай, қалғанымызға 0-0 ұпайдан. Сізге минус. Маған минус бір, қалғанымызға 0-0, Ағеркеге 2 ұпай. Жақсы. Ал, құрметті оқушылар, 2-ші раунд басталды. Шпион болған Ағерке өзіңіз, сіз бастаңыз. Факттен. Жыртқыш. Түктері бар. Бұл жануар өте бір елде символ ретінде қастерленетін жануар. Ол жануар сүтқоректі. Енді бұл жануар туралы көптеген аңыз әңгімелер бар. Жақсы. Жансұлу. Нұрымжан ағайға. Таулы аймақтарда көп мекенде ма? Таулы аймақтарда өте көп мекендейді. Мен сұрағымды Жансұлу сізге қойып тұр. Бұл жануар қызыл кітапқа енген бе? Қызыл кітапқа енген бе? Жақсы. Енді сіз сұрақ қойсыз. Ол жануар шөппен қорып дүние ме? Жоқ, өкінішке орай, жыртқыш жануар.
Жалпы бұл мен ағаруға сұрақ қоя кетейін. Бұл жануар көбею жүйесі жынысты жолмен ғана жүре ме? Енді ағарусыз сұрақ қоясыз. Мен что-то ағыркеден подозревать. Ағыркеге қойып қойыңызшы бір сұрақ. Мне кажется, ағай. Ол да мүмкін. Ағырке саған сұрақ қоямын. Оның тыныс алу жүйесі қандай? Өкпемен ба? Өкпемен. Жақсы. Сұрақ Олжас ағайға. Адамға көптеген зияндары тие ма? Олжаның. Иә, әрине. Зияны көп. Өйткені жапқыш болғаннан кейін зиян тигізеді. Жалпы енді Дейсіз ғой. деймін, иә. Менің сұрақ Нұрымжан ағайға. Бұл жануарда бүйрегі метанофрозды болып келеді. Жоқ, ондай болып келмейді. Мен сұрағымды ағаруға қоям. Бұл жануар өте аспанда биік қалықтап ұша ала ма? Жоқ. Ұша алмайды. Жақсы. Жансылуға қарай. Айыптамаймыз ба? Ешкімге менде ағыркеге подозрение болып тұр. Менде жансылуға болып тұр. Менде де жансылуға. Менде де жансылуға. Жансылды айыптайық оны. Жансылды айт. Айыптаймыз ба? Кім бастайды бірақ? Ағарудың кезеңіз. Бастасын. Мен айттай берем. Айыптадыңыз ба? Сұрақ қоймай ма? Жоқ, айыптадық. Мейлі. Келістіңіз ме? Келістік. Бұл келістік қой, ә? Иә. Шпионсыз ба? Жоқ. Мен шпион. Мен шпион. Жоқ, мен жеңдім. Енді жанап тұрсаңызшы. Бәрібір бірақ әсер етпейді балыма. Бұл жаным примерно ұшпайды деді. Арс қасқыр ма? Қасқыр, ә? Бәрі топ тұр екен ғой. Қасқыр туралы не айтамын? Нұржан ағай шатастырайын. Маған 2 балл, ағаруда -1 балл, қалғандарыңызға 0 балл. Құрметті оқушылар, 3-ші раунд басталды. Жаңа 2-ші раундта мен шпион болдым. Енді мен факт айтайын. Бұл жануар негізінен адамзатқа пайдасы көп тиетін жануар. Ол жануар құрлықта мекен етеді. 4 жұп аяғы бар. 4 жұп аяғы бар. Бұны аяқтары ашты. Енді бұл жануардың бір ерекшелігі қаны түссіз болып келеді. Енді мен осы жерде ағару сізге ғой. Не факт айттыңыз? Бұны аяқтары ашты. Буын аяқтыларға жатады дедіңіз, иә? Бұл буын аяқтарға жататын жануарға қатысты ырымдар бар ма? Бір не болады ғой? Қасық түссе қонақ келеді деген сияқты бір. Сондай ырымдар бар ма бұл жануарға? Жақсы. Негізі, иә. Айыптамаймын әлі ешкім. Мен сенемін. Иә, жақсы. Келістім. Ағайға бір сұрақ қойып жіберіңіз. Жоқ, маған қарсы қоя алмайды. Тек айыптасаңыздар болады. Айыптаймын деп атсаңыздар егер. Енді ағарусыз сұрақ қойасыз. Бұл жануар Кімге? жансылуға. Бұл жануардың жүрегі неше? Жүрегі қосты емес. Жүрек жоқ қой, жүрек тәрізді деу емес қой. Сондай емес Сенде пе? жүрек жоқ деген өлең бар еді. Жүрегі жоқ, ә? Иә. Бұл жануардың дене бөлігі 3 бөліктен тұра ма? Жоқ ағай, 2 бөліктен тұрып. 2 бөлік. Ағай неге? Енді маған қойдыңыз ғой. Мен ағырке сізге қойшы. Керемет. Бұл жануардың улы түрлері бар ма? Шаққан кезде уландырады. Бар, ә? Біліп тұрсыз. Айыптамаймын онда сізді. Жақсы. Сұрақты жансылуға қояйын. Емдік пайдасы бар. Нақты айтшы. Я или жоқ? Жоқ. Айыптаймын мен. Айттыңыз, қосылдық. Иә. Қосыласыз ба? Сіз бірінші айттыңыз, ә? Мен бірінші Еш- айттым. Ай, Сұрақ қойып жоқ, -1 балл кімге кетеді кәйге шпион болмай қатса? Сізге кетеді, ә? Шпион болса 2 балл сізге кетеді. Жақсы. Келістік қой бәріміз. Қол көтерсек, на всякий случай бүйтіп. Келістіңіз, ә? Келістіңіз де келістік. Айтайын ба? Болды, келістік. Шпионсыз ба? Жоқ. Өйткені шпион мен. Ағай неге біледі ғой? Қайтара болып тұр ғой.
Қарайды. Жануарды айта салайын енді. Өрмекші емес па случайно? Біледі ғой Өрмекші. енді. Болды. Маған екі балл, сізге минус 1 балл. 0-0. Сізде 3 балл болды, менде 2 балл болды. Білмеймін, ақтөбесіп отыр. Дұрыстап санағын бізге бал қосып қой. Ағару минус 1 балл. Ал, құрметті оқушылар, 4-ші раунд. Жаңа раундта мен жеңіске жеттім, чемпион болдым. Тағы бастаймын. Жануар орманда мекендейді. Ол жыртқыш. Тірі организм, Тірі организм. жануар. Тірі организм. 2 балл отырып отыр қасымда. 2 балл алдап отыр. Адамдарға кері әсері бар. Кері әсері бар дейді. Бұл жануар өзіне майлық қорды жинайды. Көп жинайды. Бәрекелді. Айта салдыңыз ғой кәдімгі. Солай. Енді мен Амал жоқ. сұрақ сізге қоямын Ақерке. Қойыңыз. Бұл жануар қыстың күні өте белсенді бола ма? Жоқ. Айт, жақсы. Айтыңыз. Жоқ, ойбай, айттаған емес. Құдай сақтасын айттағаны. Жансуға қойым деп тұр. Не деп айттың? Қандай факт? Жыртқыш. Адамдарға пайдасы бар ма? Ендік. Вроде жоқ. Жақсы. Енді сіз сұрақ қоясыз. Ағаруға қоямын. Ол ағашта мекенеде ма? Жоқ. Жақсы. Ағару емес, значит, да? Ағару маған қойып. Мен сізге қоямын. Ол сүтқоректі ма? Иә, ол сұрақ. Тұр ол деген оны. Енді іздеп жатыр болмайын. Мынау подозрительный болып тұр. Бұл сұрақты Ақерке қойып жіберейік. Бір сұрақ. Енді Ақерке, Ағашы маған қойды, түсінен айтты. ол жалпы оның сыртында терісі андай қатпашақ бола ма? Жоқ. Біліп қоймайды. Біліп қойды ғой. Біліп қойды ғой. Біліп қойды. Мен сұрақ. Маған қойыңызшы. Мен сұрақты Нұржан ағаға қоямын. Эволюция барысында екіге бөлініп кетті ме? Екі түрлі табиғатқа. Эволюция барысында екі түрлі табиғат. Тіршілік еді. Иә. Эволюция барысында тіршілік еді. Иә. Болды, ондай ситуация болды. Бар. Келісім. Дұрыс айтасыз, ондай бар. Ондай бар. Иә. Айттамайсыз ғой. Жоқ. Жансұлу сізге қойын. Бұл жануар пингвинмен достаса ала ма? Жоқ. Ағай сіз айтты енді. Болды, ойбай түсінмеу. Айттыңыз. Ешіліштен минус 1 баллыңыз бар. Келісіздер ма? Қозғалай. Точно? Қай сұрағыма? Жай, просто бағадан мен Түрім ұнамайды. Сұрақты түсінбей қалдыңыз шығар. Үшінші рет чемпион болмайын жерім, ешілі мен. Болады, мен алда 4 рет Қосаңызшы. қосаңызшы. Бітті уақыт бітті. Уақыт айттыңыздар, Иә. иә? Жоқ, чемпион емес. Сізге емес күру. Аюбай. Аю. Қақтан біліп қойыңыз ол? Көтсіз шығар ғой. Болып кірді ғой айтып отқаны. Жаймен айта салың да. Еще қыста белсенді бола ма деймін қойымыз. Өзіміз қолдан беріппіз ғой. 2 балл, сізде минус 1 балл, қалғанымызда 0 балл бар. Ал құрметті оқушылар, біз енді 5-ші раundқа келіп қалдық. Енді бізде жаңағы чемпиондықты жеңген Ағару бастайды өзі. Бастай Ол беріңіз. жануар бауырымен жорғалаушы. Не көріп еміз? Ұмытып қалдым ғой. Керемет. Иә. Енді мен айтайын ба? Иә, айта беріңіз. Енді бұл жануардың жүрегі 3 қуысты болып келеді. Жақсы. Яғни 2 жүрекше бір қарыс. 3 қуысты дедіңіз ғой. Пердесі бар сол 3 қуыстың ішінде. Иә. Фактым сол. Пердесі бар, иә, сіздікі? Ішкі пердесі бар, давай. Сол жаңа жүрегінің қуысының ішінде пердесі бар. Қосымша добавка. Иә, Тамақ. түсіндік. Сен Денесі қатпашақтан тұрады. Жақсы. Ал Ақерке бір әудеңіз. белгілі бір мезгілдерде терісі жаңарып отырады. Жақсы. Жаман айтты. Сұрақ. Сұрақ. Сіз не факт айттыңыз Ағару?
бауырым. Ойбай, кім болды бұл? Қатты өніп кеттіңіздер ғой сұмдық. Мен ақеркеге сұрақ қоямын. Бұның адамға бір зияны бар ма? Бар. Шығар. Бар дейді. Жоқ десе дедім де біз негізі. Жоқ десе айтты ғой болады. Жақсы айтады. Сұрақ. Қандай хат айтыңыз? Пердесі де бар деп қош жүрдім жүрегінде. Мен недегі ұмытып қалып әдейі хат тұршақтан тұрады. Маған қоя берсеңізші. Іш қуысты Жоқ, да. маған қойыр. Қойыр. Олжас ағайға. Айта салу мүмкін, үш құс деп, Жорғалаушы дегеннен кейін жорғалаушылардың жүрегі үшқұшты. Онда бопты ғой, тауып тұр екенбіз ғой. Қоя берсеңіз аспай. Сол ортада мекенсен ме? Керемет сұрақ жоқ. Сул ортада. Иә. Екен демейді. Дейді ғой енді бұл екен. Так, сізге бір сұрақ қойып жайды, Жансұлуға қойып жайды. Ол жануардың регенерациялық қабілеті бар ма? Регенерациялық қабілеті. Қайта қалпына келді. Жоқ. Дейді. Керемет. Келістіңіз де? Айтпайық сізді. Жоқ, келіспеймін мен. Неге? Ол жеген емес сияқты. Мен келіспей тұрмын мен де. Жансұлуға айтпайсыз. Сұрақ қойсаңызшы онда. Неге? Басқа. Сұрақ қойшы, мен сұрақ қойсын. Мен жаңа бір сұрақ қойып жүрсіз. Сұрақ қойсын. Айыптап жіберейік. Оның түрі көп па? Таралу түрі. Көп пе? Бірнеше түрі бар. Ағару сіз айттыңыз. Ақеркесіге қойшы. Бұл жануар. Ойбай, қиын ғой сұрақ қойып жүрмін. Так, бұл жануардың тілі екіге айырылған ба, айырылмаған ба? Тілі айырма. Иә, айыр. Айырма тілі. Әне жаман сұрақ қойдым, ә? Керемет сұрақ. Айтпайықшы, Олжас ағайды. Сұрақ қойып айыпта берсеңіз болады. Олжас ағайды. Жоқ, сұрақ қойып бірақ жоқ қой, претензия жоқ қой. Қанша уақыт бар? Сұрақ қойып Олжас айтыңыз. ағайға сұрақ қоямыз. Ұстайтын сұрақ қойыңызшы андай. Лоп. Осылай алмайсыз ол. Біліп тұр ғой ағай. Ей, ол емес ол жеке. Ананы ойлап па? Ей, ол емес басқа. Әрине. Жұмыртқа салат дейді. Айттайын. Жоқ, ол жеке, ол емес шатасып тұрсыз. Айттайын. Енді осы тұста мен шпионмын, мойындаймын. Енді жануарды айтып көрсем, жоқ. Жоқ, таппадыңыз. Иә деп қойды ғой. Жоқ. Иә деп қойды. Ойнатып отырайшы, таппадыңыз. Жылан емес ағай. Жылан. Жылан емес. Тасбақа ағай. Жаман қателестіңіз. Тасбақа ма не? Иә. Мен айтып қойдыңыз, айттым ол емес деп айтып отырмын. Мен айтып отырмын ғой. Сонымен Тасбақа. минус 2 балл. Біз кім жоқ қойшы, иә? Маған плюс 2. Ойнамай, дұрыс таптыңыз. Дұрыс қой бәсі. Иә, жылан. Бәсі. Иә деп ағар айтып қойды. Өзі өтірік айтпайтын еді ғой. Сізде 2 балл, қалған бәрімізден 0 балдан. Енді сен жақсы. Қай фактыдан кетті? Тілі екіге неге айырып едіңіз? Соны айтамын. Басқа ес. Басқа түсінбей жатып, кесетке ма деп, регенерация қабілеті бар ма деп сұрақ қойып. Сосын қойдыңыз да. Ол жоқ қой. Құйрық өсіп шықпайды ғой. Иә, сол. Ағару жорғалаушы деді. Содан үш қосты деді. Жорғалаушылар беккен жүрегі үш қосты. Иә. Мен добиваться етшердім артынан. Перде қосып жібердіңіз ғой. Иә. Пердесі бар емес па? Не дұрыс қой? Иә. Ішкі перде бар. Тілі бүйтіп, екі айырылып өсіп шығып тұрады. Ал құрметті достар, осымен раунд аяқталды. Кім алды деп ойлайсыздар, кім жеңді деп ойлайсыздар? Мен өзімді алдамын деп ойлаймын. Жаңа мен қателесіп қалдым да, минус 1 балл болмаған. Мен де бір кішкене алда кетемін. Үміт бар ма? Үшінші орынға? Үміт бар. Үшінші орынға. Үшінші орынға бір нәрсе бар ма өзі? Үшінші орынға. Грамота бар ма? Болды. Үшінші орында. Сертификат бар. Сертификат. Алғыс хат. Алғыс хат. Қатысқан үшін. Рахмет. Жақсы. Енді әділ қазылар шығарса енді тез. Иә. Соңғы орыннан басташы. Өшір. Так, мына асаңызшы мына. Тоқтаңыз. Деп ше. Напамат. Давай. Үшінші орын, бесінші орыннан бастайсыз ғой. 5-ші орынды ағарып алды. Қанша балмен? 3 балмен. 3 балмен 5-ші орын. 4-ші орын? 4-ші орында Олжас ағай алды. Олжас ағай. Точно мен алдым ба? Қанша орын? 5 балмен. 5 балмен.
Тоғашты мен алдым да яғни. Кім? Нұржан ағай. Осы іздемейсің. Иә, Үшінші орын. Қанша балл? 6. 6 балмен мен үшінші орын бақтым. Екінші орында енді 7 балмен Жансұлу. Бірінші орында Ақерке алыпты ғой 8 балмен. Осымен шпион ойын аяқталды. Қандай сіздер? Ұнаса комментарий қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Канал болып жатса соған тіркеле салыңыздар.